Ассалаумағалейкум қазақ елі. Бүгін бізде үлкен қуаныш. Сәлима әжеміз 80-нің сеңгіріне шығып, ағайын туыстың, құда жекжат, көрші қолаң, дос жаран, ұл қыз, немере, шөбере, барлығы үрім бұтағы, жақын жанашыр жандардың барлығын қуанышқа бөлеп, мерейтойын дүркіретіп атап өтіп жатыр. Құрметті Сәлима апа, сізді жаңа жасыңызбен шын жүректен құттықтаймыз. Жаңа жасыңыз тек жақсылық әкелсін, Құдай күш қуат берсін. Құдай қаласа 90-да торқалы тойыңызды тойлап, 100-ге жетіп ел жұртқа бата беретін жасқа жетіңіз. Бастысы Алланың берген ғұмырын абыроймен жасай беріңіз. Құдайға шүкір, немеренің қолынан су ішіп, шөберенің қолынан бал жалап отырсыз мінеке. Енді сол өсіп келе жатқан кішкентай ғана шөберелердің арасында қыздарды қияға қондырып, ұлдарға өзіңіз келін таңдап отыратындай жасқа жетіңіз. Құдай денсаулығыңызды мықты қылсын, тек жақсылық көріңіз. Ол қыздарыңыз үмітіңізді ақтап, немере шөберелеріңіз биік белестерді бағындырып, сізді қуантып жүре берсін. Бұл құттықтауды Астанадағы Еуразия бірінші арнасындағы жүргізуші Ғалым есімді балаңыз бен Астанадағы ағайын туысыңыз Нұрлыбек Хадишаның атынан қабыл алыңыз.